көмекке зәру мұқтаж жандарға халықтан жиналған ақшадан ірі көлемдегі ақшаны жымқырды деген күдікпен ұсталған Перизат Қайраттың осы ісінен кейін көпшілік осындай қорларға күмәнмен қарайтын болды. Қаржы мониторингі агенттігінің арнайы өкілі Әлібек Әбдишевтің баяндауынша, біз біргеміз қоғамдық қайырымдылық қорының құрылтайшысы, ерікті блогер Перизат Қайрат ірі көлемдегі ақшаны өз мақсат мүддесіне жұмсаған деген күдікпен қолға түсті. Перизат Қайрат Ақтөбе қаласының тумасы, жасы 32-де, мектепті Ақтау қаласында бітірген, 2015 жылы Астана қаласына көшіп келген. Атап айтатын болсақ, ерікті Перизат Қайрат көктемдегі су тасқыны кезінде зардап шеккендердің көмек қорына жиналған ақшадан 1,5 миллиард теңгені жымқырған деген айыппен ұсталып отыр. Қаржы мониторингі Перизат Қайратқа қарсы тергеу жұмысының басталып кеткенін мәлімдейді. Мәлімет бойынша, Перизат Қайрат осы көктемде елордадағы автосалондардан құны 88 миллион теңге тұратын Mercedes-Benz S450 автокөлігін және 80 миллиондық Lexus LX 600, сондай-ақ 39 миллионға Хавал автокөлігін сатып алған. Сонымен қатар, барлық суммасы 600 миллион теңге болып келетін елорданың премиум санатындағы коттедж қалашығынан жылжымайтын мүліктерді, үй кешендерін сатып алған. Шет мемлекеттерде қыдырып, Дубай, Доха, Лондон, Стамбулдағы қымбат қонақ үйлерге қоныстанған. Ол елдерде өзіне қымбат зергерлік бұйымдар сатып алған, яхталарды жалдаған. Осылайша халықтан жиналған қаншама қаражатты талан-таражға салған. Жуырда болған жиналыста Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қайырымдылық қорының барлығы да басты назарда болады және қадағаланады деген. Әрине, бұл қарапайым халықты алаяқтардан қорғау мақсатында жасалынып отырған шара екенін мәлімдеді. Біздің елімізде қайырымдылық қорлары өте көп. Олардың барлығы да бірдей заңды түрде тіркелген бе және тұрақты мекен жайлары бар ма? Және қорға түскен ақша өзінің керекті жеріне жұмсалып жатыр ма? Құрметті оқырмандар, қазақ тілді каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп кетіңіздер.